Құрметті оқырмандар, Тараз қаласының көшелері бойынша бір көше, бір тарих атты бейнегалереяны назарларыңызға ұсынамыз. Шерхан Мұртаза 1932 жылы 28 қыркүйекте Жамбыл облысы Жуалы ауданы Мыңбұлақ мекенінде туған. 1955 жылы Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университетінің журналистика факультетін бітірген. Лениншіл жас, қазіргі жас Алаш газетінің, социалистік Қазақстан, қазіргі егемен Қазақстан газетінің тілшісі, әдеби қызметкері болды. 1963-1970 жылдары Лениншіл жас газетінің редакторы болды. Содан кейінгі уақытта жазушы баспасының, Жұлдыз журналының бас редакторы, Қазақстан жазушылар одағы басқармасының екінші хатшысы, Қазақ әдебиеті газетінің бас редакторы, әрі Қазақстан жазушылар одағы басқармасының хатшысы болып жұмыс атқарды. 1989-1992 жылдары Егемен Қазақстан газетінің бас редакторы, 1992-1994 жылдары Қазақстан Республикасы мемлекеттік телерадио компаниясының төрағасы болып істеді. Қазақстан Республикасы парламентінің мәжіліс депутаты болған. Жазушының әр жылдары Табылған теңіз, Белгісіз солдаттың баласы, Ахметжанның анты, Мылтықсыз майдан повестері, 41 жылғы келіншек, интернет наны әңгімелері, Қара маржан, 5 кітаптан тұратын қызыл жебе, шығармаларының 4 томдығы, шығармаларының 6 томдығы, таңдамалы шығармаларының 7 томдығы, Елім саған айтам, елбасы сен тыңда, бір кем дүние кітаптары жарық көрген. Қара маржан романы үшін 1970 жылы Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасы мемлекеттік сыйлығын алды. Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасының еңбек сіңірген мәдениет қызметкері, Қазақстанның халық жазушысы, құрмет белгісі, отан ордендермен, медальдармен марапатталған. Жазушы 2018 жылы 8 қазанда Алматы қаласында қайтыс болған.